Сәлем достар, бүгін біз электронды цифрлы қолтаңбамен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін бірнеше бағдарламаны орнатып үйренетін боламыз. Ол қандай программалар? Олар бірінші Java, екінші Enslayer программалары. Java-ны орнатуды бастасақ, бірінші компьютеріміз интернетке қосылған болу қажет. Екінші браузерге кіріп, адрес енгізетін қатарға java.com деп енгіземіз. Ресми сайт жүктелгеннен кейін загрузить Java бесплатно батырмасын чертеміз. Келесі қадамда начать бесплатную загрузку дегенді басамыз. Бұл этапта файлды сохранить ету, қайда сақтау керек екенімізді көрсетуіміз қажет. Бізде загрузкаға түседі. Сохранить. Жүктеліп болғаннан кейін файлды ашып, аталған файлдың, яғни Java C# бағдарламасының үстіне екі рет чертеміз. Да деген батырманы чертеміз. Java-ға қош келдіңіз деген терезе ашылады. Одан кейін install деген батырманы чертіп, Java-ны орнатуды бастаймыз. Біршама уақыттардан кейін Java-ны орнатудың екінші этабы басталады. Java-ны орнатудың келесі этабы алдарыңызда. Құрметті достар, Java-ны орнатардан алдын сіз операциялық жүйеңіздің қандай екендігін білгеніңіз дұрыс. Сізде 7 ма, әлде 8 ба, әлде 10 ба тұрғанын анықтау үшін мой компьютер, свойствоға кіресіз. Ашылған терезеде компьютеріңіздің қысқаша сипаттамаларын алуға болады. Менде Windows 10 тұр. Мүмкін сізде 7 тұруы мүмкін, или 8. Егер де сізде XP тұрған болса, жаңағы ресми сайттан алған Java-ңыз орнатылмауы мүмкін. Ол себебі өйткені өзі XP қолданыстан алынып тасталынған. Оның шешімі бар. Java-ны орнату үшін ескі нұсқасын, яғни Java-ның ескі нұсқасын орнатуға тура келеді. Біздің бірінші сабағымыз аяқталды. Java-ны өзімізге орнаттық. Оны тексеру үшін программалар қатарына Java дегенді көрсеңіз болады. Көпке рахмет.